Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін ОРВИ-дің құпия емі туралы айтпақшымын. ОРВИ қазақстан ЖРВИ жедел респираторлы вирусты инфекция деп аталады. Яғни атайтып тұрғандай вирусты инфекция. Бұл кезде ешқандай антибиотик ішудің қажеті жоқ. Өйткені ол әсер етпейді, қоздырушысы вирус болып тұрғандықтан. Және екінші противирусный препараттарында бұл жерде әсері жоқ. Өйткені ол препараттардың әсері дәлелденбеген. Анаферон, виферон деген препараттардың. Бұл кезде негізгі ем симптоматикалық ем болып табылады. Яғни ОРВИ кезде негізгі белгілер мұрынның ағуы, тамақтың ауырсынуы, тамақтың жыбырлауы, әлсіздік, бас ауруы, температураның көтерілуі. Міне осы симптомдарды емдейміз. Негізгі емі біріншіден көп мөлшерде сұйықтық ішеміз. Екіншіден мұрыннан су ағатын болса, оны физраствормен немесе аквалор, аквамарис арнайы ерітінділермен қайта-қайта шайып тазалаймыз. Егер температура көтерілетін болса, 38-ден жоғары болатын болса ғана ибупрофен немесе парацетамолды ішіп температураны түсіреміз. Бірақ температура деген организмнің қорғаныс реакциясы. Біздің организміміз өте ақылды. Яғни бір сырттан инфекция келді ма, оны қорғаныс ретінде осылай температураның көтерілуімен организм реакция береді. Яғни организм күресіп жатыр сол вируспен, сол инфекциямен. Сондықтан температураны жау деп қабылдамаңыздар. Температураны тағы бір түсіретін әдіс көп мөлшерде сұйықтық ішіңіздер. Сұйықтықты ішу арқылы температура тез түсетін болады. Одан кейін салқын мороженое жеуге де болады. Өйткені мороженойдың яғни салқын нәрсе тамақтағы ауырсыну сезімін басады. Одан кейін бөлменің температурасы 18-22 градус Цельсий аралықта болу керек. Бөлменің ылғалдылығы, одан кейін ылғалдылықты өлшейтін арнайы гигрометр деген құрал бар, соны алып пайдалансаңыздар болады. Баланы міндетті түрде далаға шығарамыз, бөлмені қайта-қайта желдетеміз. Міне, ОРВИ-дің құпия емі осылар болып табылады.